және Супер Қазақ 3 арнасы. Бүгін бізде Clash of Clans ойынына алғашқы видео. Бүгін бізде атака, жаңа атака. Менде клан, менде мынандай топ-микс. Топ-миксінде 21 гига, 6 уровень, 15 маг, 6 уровень, 35 лук, 5 уровень. Достар, маған бір жақсы база түсті. Өте қиын база. Бірақ та 1-2 жылға алуға болады. Ең бірінші жиекті аламыз. Сосын клан. Міндеттерді клан тексереміз. Клан тексеріп. Клансыз болмайды. Енді мұна жоғарыдан кіреміз. Жоғарыдан кіргенде осылай жібереміз. Артынан қыса простар жіберіп салайық. Ешекпіз. Жан беретін шықты. Яғни атын білмеймін, осыны қалыппын. Артынан мына жерден тастаймыз. Осылай тастаймыз. Енді көбінесе жиекте болады екен. Артынан мақтап үйеміз енді. Ортаға жантастаймыз. Күшанды жібереміз. Міне корольға күш береміз аздап. Мына жерге тастаймыз, өйткені есептеп тастап едім. Есебім дұрыс шықты. Почти дұрыс шықты десем де болады. Бірақ алдым. Bir жұлдызға алдым енді. Егер жұлдызға тек 3% жетпей қалды, сонда да ақшасы мінекей қараңыздар 328 мың 269 мың. Міне черный жақсы шықты, черный елік. Мынаяқта көмектің атасында жақсы алдым, өйткені қалай десем болады, макс болып тұр көбісі. Сондықтан алып тастадым. Енді менде не істеп кланмен, базымен таныстырсам. Базаны ютубтан алдым өзім. Ютубтан алғанда дұрыс құрамадым, сонда әріді, бірақ қазір көптеген атакаларға тащит етіп тұрмын. Мінекей атакаларға тащит етіп отыр. Тащит деген сөз білесін шығарсыздар. Қорғап тастау деген сөз ғой. Короче, солай менде қазір лагерь дамып жатыр. Сосын очная лучница дамып жатыр. Сол осы база не фул еще. Жаңда обновление келді. Ондай обновление қатты болған жоқ. Тек әскерлермен заданиелер берді. Әскер берді дегенде уличение берді. Мына жерден флаг шықты сосын. Мінекей флаг. Сосын испытание шықты мына жерден. Испытание. Мынау менің базым. Испытание шықты. Сіздердің болған Асылбек Найман және Супер Қазақ 3 арнасы. Сау болыңыздар. Лайк басып,